Кешіріп достар, бұл оқу керек жобасы. Бүгін бізде қонақта Тұрсынбек, қыздар емес. Тұрсынбек Сіләмбеков. Достар, Әлбозай ауылының тумасы. Болашақ енді бастап атқан жас актер, болашақ жұлдыз деп айтуға болады. Әмин. Кино сферасында, сериал сферасында, жайдарма сферасында уже звезда деп айтуға болады. Оқу керек жобасына қош келдің, рахмет бізге келгеніне. Шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы кішкене жоба жайлы айтып кетейік. Біз бұнда келген қонақпен бірге бір кітап талдап отырамыз. Адамдардың кітап оқуға ынтасын ояттыру үшін. Адамдар осы жобаны көріп, осы кітапты оқу керек еді деп істеу үшін. Өте жақсы жоба. Онда бүгінгі кітапқа көшейік. Көшпей тұрып, бүкіл шығарылымдардың басында бір сұрақтардан қоямыз. Сен қандай кітаппен өзіңді ассоциация бар сенде деген сияқты сұрақтар. Бүгін мынандай сұрақ бар. Егер сендер өздерің жайлы автобиографиялық кітап жазсаңдар, онда кітаптың атын қалай қоюшы едіңдер? Нағыз кетеді кіріңіздер. Өзі біледі адам. Кімнің ойына келді бір атау бастай берсе болады. Қиын сұрақ екен. Өзің неше қазіргі жастағыға ма или уже? Білмеймін. Менде андай кітаптың аты. Мен, короче, андай Абылай дейді да. Қасымда бір кейбір кезде адамдар Абылайша деп айтқан кезде мен қарап қалдым да былай. Сондықтан кітаптың атын үтір былай деп қойдым ғой. Абылай. Прикольно. И сұрақ белгісі. Абылай. Талғат ше. Кітаптың аты Талғат ше. Менде андай Талға дейді ғой. Талға қарай деп сөзім. Талға. Талға. Сондай Талға. Тал тұрады, возможно, менде. Ал енді нақтырақ айтатын болсақ, мен андай деп қоятын едім. Типа интроверт деген сияқты. Ну, басқаша. Сен стендап концертің сондай болды ғой атау? Иә, сондай болды. Или қара болды. Иә, Майкл деген сияқты. Неге ақырын сөйлеп отырсың да? Қатты сөйлеп. Жоқ, ақырын сөйлеп бастап. Ақырын деп қоямын. Тұрсынбек ше, сен өзің автобиографиялық кітабың шықты. Білмеймін, бар ғой. Аты қалай? Примерно, ойына келген. Везунчик деп қоятын жол. Орысша бола ма кітабы? Жолы болғыш қазақша. Енді жолы болғыш дейтін не звучит вообще? Өзің жолы болғыш адам деп ойлайсың ба? Лаки деп қойсын. Лаки. Жоқ, көп жиі жол бола ма? Яки деп. Негізі, иә. Типа, мен өзімнің қазіргі істеп жүрген нәрсеме басқа адамдардың септігі көп деген өзіме қарағанда. Мен өзім еңбек етіп, біреуге тырысып, бірдеңе істеп, бір жерге кіргетіп деген сияқты ондайым жоқ та. Мен көбіне жерге шақырады. Мысалы, ана жерге де шақырдым, мысалы, мен ешкімге айтқан жоқпын. Жоқ, мен саған былай, мен қалай, со стороны қарасам, сен солай ойлап тұрсың ғой, бірақ андай, сен өзіңнің талантың бар ғой, соны көріп барып шақырып тұру сен. Ал ондай талант жоқ болса. Сен әрекет жасадың ғой, сені өйстіп шақырып отыру үшін. Сен ештеңе істемесең, сені бір сағат бұрын Тұрсынбек компьютерный клубта Ведьмак 3 ойнап отқан. Оны аяқ аса шақырсаған жоқ қой, ол бірдеңе істеп, жайдарман ойнайды, бір жерде түседі, сол үшін шақырып отыр ғой. Онда видео емес пе? Жоқ, бірақ енді ол кітаптың оқығаннан кейін адам оны түсінеді, көрдіңдер ма? Везунчик деп аталады да, сонда жолы бола бере ме деп. Тұрсынбектің биографиясын оқиды, соңында түсінеді. Ол везунчик болғаны, ол негізі оның еңбегінің арқасы. Сен кітабын талдап тұрды ғой. Мен, наверное, ұзын деп қойшы едім. Онда бастайық. Мағынасы неге ғой. ұзын? Типа, адам ойлап қалуы мүмкін ғой, бойы ұзын болған соң. Енді кімнің ойы Мен қандай сөйтіп ойлап оқушы едім. Қай жер ұзын екен? Қай жер ұзын, бойы ұзын ба, или типа сондай ойлап қалады ғой. Возможно, бір Алла біледі ғой қанша өмір сүретінді. Бірақ өмірім ұзын болуы мүмкін деген сияқты ғой. Өмірім қысқа болса да ұзын болуы мүмкін адамдарда. Сондай и сол автобиографиялық. Сондай мысалы мен 70-ке келіп соны жазуым мүмкін. Или 40-қа келіп. И сол 63-ке келгенге дейінгі өмірім ұзын болуы мүмкін ғой. И сондай типа ұзын деген көп мағына деген сияқты. Прикольно шығар. Ал Сахит өзің сұрақ қойын енді өзің жауап айтсын. Маған да қиын, енді білмеймін. Мүмкін қазір егер 30 жасымда шықса, қазір 30-ке келіп 30-дамын қазір. Мен жақын арада 30 жасымда шықса, қашан үйленесің деп мүмкін. Сонда атаумен шығады. Этап-этаппен бір. Иә. Мүмкін соған жылда шығарсың. Отношениялар жайлы, қашан үйленесің деген сұрақ, вообще сол женитьба жайлы, сол жайлы, соған қарай болушы еді. Челси емес пе? Челси емес пе?
Челси деп қоятындай қатты фанат емес ол. Иә, бүгінгі кітабымызға көшейік. Абылай кітапты айтады, Абылай екеуміз деп айтуға болады. Иә, екеуміз деп айтайық. Тұрсынбек те оқыған оны. Тұрсынбек те оқыған. Біз фильм көргенбіз, бұл кітаптың фильмі бар. Бүгінгі шығарған қызық болатын сияқты, өйткені кейбір адамдар, көп адам бұл киносын көрді, кітабын оқығанда бар шығар. Бірақ оқымағандар үшін, және де оқығандар үшін бір жаңа информация, біздің көзқарасымызбен бір жаңаша бұл кітапты көруі мүмкін. Бастайық. Бүгін бізде Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты кітабы. Бұл легендарный кітап деп айтуға болады. Легендарный фильм. Не үшін классика айту мүмкін ғой, не үшін мынандайды неткенсің, бәрі біледі ғой деген сияқты. Бірақ бұл енді бір қазақ әдебиетінде орны бар, экранизациясы қандай мықты болып шықты. Еще мен вообще кітап оқымайтын адаммын, сондықтан осындай бірінші. Бұл жерде фильм мен кітаптың арасындағы айырмашылық негізі үнемі келетін нәрсе ғой. Кітабы қалай, фильмнен қарағанда кітабы жақсырақ деп бүкіл жерде сөйлейді ғой. Осы жерде мүмкін бір кітап пен фильмнің айырмашылықтарын да тауып аламыз деген сияқты. 1957 жылы жазылған кітап. Интересный факт, қызық факт. 68 тілге аударылған екен. Мен 68 тілге. Таза андай тілдер болса, қарақалпақша, ноғайша, жойылып кеткен тілдер. ұйғырша, жоңғарша. Сондай еді. Сосын 1963 жылы режиссер Абдолла Қарсақбаев фильм түсірді, «Менің атым Қожа» деп. Сосын ол 1967 жылы Канн қаласында жүлдеге ие болды. Каннский фестиваль. Иә, Каннский фестиваль. Мықты. Сол кезде уже. Сол сондай өте керемет кітап. Бұл кітап бойынша тағы қосатын Бердібек Соқпақбаев киноның авторының бірі. Андай емес, сценарист. Біреу алғанда түсе салған жоқ, ол қатысы бар кәдімгідей адаптировать еткен шуткалары. Тағы бір кісі болған, есім ұмытып тұрмын. Орыс па, неміс па, бір кісі сондай фамилиясын қазір ұмытып тұрмыз. Мына жерден шығады деп монтажға задача қоса берсе. Сосын мынау негізі киносы орысша түсірілген ғой, білесіңдер ғой. Сосын дубляж болды. Мен соны бар ғой, кейін бірақ білдім. Мен ана дубляжы андай да жақсы да, күшті жасалғанда дубляжы. Мен сосын кейін білдім, ол негізі орысша екен. Гениальный дубляж ғана. Сосын мен орысша нұсқасын да көрдім, күшті. Жоқ, ондай білесің бе, ескі советский киноларда міндетті түрде дубляжын басқа адам жасау керек. Сондай бір не болған, заңдылық деймін. Неге екенін білмеймін соны. Бұрын мұның дубляждары қатты мықты болып тұр ғой, иә? Мықты болып тұр, иә. Бұрын даже әндерді күшті дубляждаған ғой, мысалы. Мысалы, қазір уже мен Қожаның дауысы құлағымда тұр уже. Ойланып кетсем. Андай не бар, Бибігүл Төлегенова бар ғой. Ол кісі өзі де ән айта алады ғой. Бірақ Қыз жібекте өзі айтпаған екен. Қыз жібекте ма? Жоқ. Бибігүл Төлеген емес. Меруерт фамилиясын ұмытып қалдым. Иә, сол кісі болды. Қой. Осы жерден алып тастап. Бірақ сол қызық қой негізі. Иә. Неге өзім айтпадым білмеймін деп соны айтады. Меруерт апайымыз деп арасылайық. Мен қатты тіліміздің шында тұрғандай білмеймін, ұмытып тұрмын. Тақияс періште де ма сол? Жоқ, осы Әмина Өмірзақова. Ол басқа кісі. Үш нәрсені шатасың. Сол кісі. Меруерт Өтекешева, жақсы болды. Ол кісі Шабыт университетінде сабақ береді. Көзі түрі ме ол кісінің? Иә, күйеуі қайтыс болды Төлеген ойлаған. Иә. Ал менің атым Қожа, онда кітапқа көшейік. Жалпы кітап 27 тараудан тұрады. Тарауға бөлінген ғой жалпы. 1860 әріптен тұрады деп. Прологтан бастайын жатсыз ба? Жоқ. Прологтан бастайын ба мен? Пролог дейтін не ол? Кітап басталмай тұрып, негізі кинода жоқ нәрсені айтайын. Кітап, кино ана жерден басталады ғой. Ол бетіп уже айнаның алдында тұрады. Ол жерден емес, пролог былай басталады. Мен фантазиямда андай сен оқыдың ғой, пролог. Мандай ғой, айта бер жарайды. Анда мен өзім болашақта мықты жазушы боламын дейді. Мен ол үшін мен қазір неше түрлі нәрселер жазып жатырмын дейді, енді оқиға сондайларды. И жазады да өзінің талантына сеніп, сол жазғандарын әртүрлі мақалаларды жаңағы журналдарға жібереді. Мартин Иденға ұқсайды кішкене. Иә. Сөйтіп жазады да жібереді, сосын оған ответ келеді.
кешіріңіз, сіздің жазуыңыз әлі қатты жақсы емес деген сияқты ғой, грубо говоря. И ол андай Мартин Иден сияқты алады да сол нәрсені басқа журналға жібереді тоже. Әртүрлі журналдарға жібереді. И өзінің ойынша ол негізі қатты таланты бар адам ғой. И сол негізі прологта. Жоқ, күшті ғана фильмда жоқ қой. Фильмда мүлдем мен айтылмайды онда жазушылық қабілеті деген, иә. Жазушылық қабілеті болып тұрған персонаж бар. Фильмда тек бірақ жерінде ана ғарышкер болудар мындайды ғой ана. Иә. Күшті болып түсіп бәрі қарсылады. Былай бастады. Оллахи мақтанғаным емес, достарым, шындықты айтып отырмын. Әттен жазушы болсам деген арманым менің көкейіме ерте ұялады дейді. 3-4 класстарда оқып жүрген өзінде ақ ақындық даңқым мектептен асып бүкіл ауылға жайылды, ақын бала атана бастадым. Ол вообще фильмда жоқ қой. Сосын айтады, жалпы үлкен ақындар өлеңді тек шабыты келгенде ғана жазатын көрінеді ғой. Ал менің шабытым қашанда қаламның ұшында жүретін секілді. Мен жазсам, кәдімгідей басқа бір әңгіме сияқты, фильмнен қарағанда. Ол былай жазады. Тек уақыт тауып отырсам болды, көсілтіп жаза бастаймын дейді. Ол жазушылық туралы жоқ қой. Ол олма кейде тіпті жаңа бастаған дәптерді тез толтыруға асық болып, бүгін пәлен шумақ өлең жазамын деп жоспарлап алып та жазамын. Сосын андай дейді, тіпті мен өзім ұсынғанды қойып, олар өздері жалынып тұратын дәрежеге жеттім дейді, жаңа қасындағылар. Май туралы бір өлең жазып бере қойшы, неше шумақ болсын, 4 шумақ жарайды, сабақ үстінде отырып ақ жазып тастаймын дейді. Ол енді концовкасын айтып жіберейін. Жалпы жаңағы айтқандай әртүрлі редакцияларға жібереді. Бірақ неге екенін білмеймін, сол өлеңдерімнің біреуі де жарияланбайды дейді. Енді мен тағы бір құлыққа бастым. Әлгі пионерге жіберген өлеңдерімді қайта көшірдім де Қазақстан пионері газетіне жібердім. Сосын мүмкін соларға ұнайды деген сияқты. Жоқ, бұл әдіспен де түк шықпады, жіберген өлеңдерімді олар қайтадан жаратпады дейді. Сосын ең соңында былай айтады. Мейлі баспаса да баспай қойсын, оған бола мен арман еткен нысанынан сірә да жалтарамаспын дейді. Солардың ызасынан енді міне өлеңді қойып, соқталдай повесть жазғалы отырмын дейді. Бәрі кітаптағыдай болу үшін оқиғаларды тарау-тарауға бөлемінде әр тарауға ат қоямын. Тоқтай тұр. Мынау қожа емес, мынау Бердібек Соқпақтаевтың өзі айтып отыр ғой. Жоқ. Иә. Жоқ, енді қарас. Жоқ, Бердібек Соқпақтаевтың өзі айтып отыр. Міне былай айтып отыр. Бәрі кітаптағыдай болу үшін оқиғаларды тарау-тарауға бөлемінде әр тарауға ат қоямын. Өтірік ештен қоспаймын. Бірінші тарауда оқушы шығарманың бас кейіпкерімен, яғни менімен танысады дейді. Бұл қожаның жазып жатқаны. Мен дұрысың жоқ ма? Өйткені бұл айтып отыр. Жоқ. Бердібек Соқпақбаев қожаның атынан жазып отыруы мүмкін. Қожаның атынан мына жерде. Жоқ, бұл жерде мен өйткені таңғалып отқан мынандайды фильмге қоспауы мүмкін емес қой. Қожаның қандай қабілеті болса өлең жазатын. Жоқ, енді бұне қарай айтып отыр ғой. Өтірік бәрі кітаптағыдай болу үшін оқиғаларды тарау-тарауға бөлемінде әр тарауға ат қоямын. Соқпақбаев қой. Өтірік ештеңе қоспаймын. Бірінші тарауда оқушы шығарманың бас кейіпкерімен, яғни менімен танысады дейді. Уже қожа басталып кетті мынау, көрдің бе? Бірінші тарау. Менің атым. Жоқ, енді тарау басталғаннан кейін солай кетті. Бірінші тарауда деп қожа туралы кетті. Оған дейінгісі Бердібек Соқпақбаев туралы. Қожаның атынан жазған сияқты. Қожаның атынан ғой, типа. Мына жерде мен байқадым. Мынау қожа Марк Твеннің Том Сойер дейтін персонаж бар, соның прототипі сияқты. Мен оны да оқыған кезде, даже Том Сойер емес, Том Сойердің жақын досы бар, Гекльбери Финн деген. Соның кітабын оқысаңыздар, тоже Марк Твен осы Гекльбери Финнің атынан жазады бүкіл нәрсесін. Ол андай ғой кішке, көшенің баласы ғой кішкене андай. Тоже проказник Гекльбери Финн. Том Сойердің жанындағы кішкене бұзақылау. Қожаға келеді, иә негізі. Мүмкін ол Бердібек Соқпақбаев соларды Марк Твендарды оқып. Міне доказательство. Жоқ, егер қожа сондай болса, онда күшті. Басқаша жағдай ғой. Бірақ қандай ой келіп қалды, мүмкін кіріспеде. Міне доказательство. Доказательство шіркін-ай, дәл осындай жағдай бола қалса, айтсаң жарайды. Адамды меніңше арман жетелейді алға қарай. Мен енді өлеңдерімнің типография әріпімен теріліп, жұрт ақша төлеп сатып алып оқитын нағыз шын баспасөзде жариялауының аңсай бастадым дейді. Шіркін, қандай тамаша болар еді. Айталық, мектепке пионер журналының жаңа номері келе қалды, балаларға таратып беріп жатыр. Сол кезде журнал бетін бұрынырақ ашқан біреу, ау, мынаны қараңдар, қожаның өлеңі басылыпты деп айқайлап жіберді. Әңгіме жоқ.
енді қожаның арманы екен бұл. Расталды. басталды Ал енді Абылай өзі қостап жібер. Осымен кітап. Мынау күшті, мынау фильмде болмаған, кітапта бар. Ну андай бірақ фильмда қожаны бірақ жақсы оқиды деп көрсетеді ғой негізі. Иә, былай енді жай айтады, көбімізге айтады ғой, баяғыда сен оқысаң оқитын баласың. Жоқ, үші жоқ деп айтады ғой. Иә, үші жоқ деп. бірақ енді сотқа қожа деген қабілеті бар дегенге андай фильмде акцентінде қойылмайды деген ғой. Кітап пен фильмнің уже бірінші парағынан бастап айырмашылығы бар да. Сол күшті. көп нәрсесі жоқ та, резко анау кітапта нашар оқығандай жазыла ма? Кітапта? Не, сотқар екенін не істейді, айтады андай мұғалімі көп ұрсады деген сияқты, сондай нәрселері көп. Основном. Ол не сияқты, по-моему, Советский Союздың цензурасы сияқты, типа пионерлер ондай болмау керек деген. мүмкін. Мен ойымша солай. Содан кейін жаңағындай кішкене ақтап оны негізі жақсы болады. Сұлтан да жаман персонаж қой, типа. Мүмкін. Ал бастайық. Цензура жайлы бір нәрсе қоссақ, бастамай тұрып. Факт, кезінде мысалға цензура болды ғой, дін жайлы тақырыптарға. Одан кейін ол жерде ана жалпы ислам ғана емес, бүкіл дінге қарсы болатын ғой идеология, советтік идеология. Бірақ мына кітапта да, фильмда да андай сөздер кездеседі. Әжесі сөзінің арасына алла деп қосып жібереді. Мына кітап басталғанда оллахи бірдеңе деп бастайды. Ең бірінші сөз сол ғой. Ең бірінші сөз сол. Содан кейін әжесінің айтатын жері бар. Ана шатыған сөздерін айта бергенше арасына біспиллаңды қосып жүрмейсің ба деген жері бар мысалға. Сонда сол ана советский цензурадан өтіп кеткен ғой сол кейбір нәрселер. Иә. Өтпеген нәрсе көп бар еще, иә? Иә. Ал енді Абылай. Бірінші тарауықта айтатын, сен бар ма бірдеңе айтатын? Жалпы кинодағыдай дәл қожа әжесімен, анасымен тұрады. Әкесі қайтыс болып кеткен. Әкесі туралы жалпы жаңағы кинодағыдай ол қатты андай әкесін қатты жақсы көреді, ол кісіні қатты құрметтейді. Ол кісі туралы жалпы әңгіме бірдеңе болса, ол қатты тыңдап, мән қойып не істейді. Сосын кітапта екінші тарауда кім туралы айтылады? Анасының ухажері Қаратай, оны кім қожа вообще жақсы көрмейді. Андай не үшін келдің деген сияқты айтпайды, бірақ қандай жынданып жүреді деген сияқты ғой, сондай. Сынып жетекшісі бар, жаңағы Сабира Майқанова дейтін. Ол кісі қожаны қатты бұзық көреді. Ол аржағында бірақ күшті несі бар қазір. Айтам. Сен пока персонаждармен таныстырасың. Кейіпкерлермен. Кімге қожаға көп ұрсады. Сосын жаңағы қожаның өз махаббаты бар. Жанар деген махаббаты бар. Жанар Дугалова. Айжан. Енді бұрынғы кезде әдемі болды. Біліп қалды. Жоқ, бұрынғы кезде. Жоқ, мысалы 54-ші жылы, грубо говоря. Иә. Ол әлі туылған жоқ. Жақсы. Иә, жаңағы кітапта ол жаңағы айтылады. Жанар би билейді, өлең айтады. Дойбы ойнайды. И қожаның жаңағы айту бойынша жай әдемі қыз, короче. Сондай андай несі бар. Сосын қожаның несі бар? Злодей, қалай? Антагонист. Ұнатпайтын кластасы. Сыныптасы бар, Жантас аты. Екеуі андай бір ит пен мысықтай. Сол дәл кинодағыдай. Жантас дейтін жаңағы всегда қожаға тиісіп жүреді, мазақтап, қожа көже деген сияқты сондай болады. Қожа оны ұрады. Ол да енді Жанарды кішкене иә, екеуінің жаңағы несі ондай. Махаббат үшбұрышы. Иә, любовный треугольник. Қазақстан командын. Қожа оны ұрады. Жаңағы Жантас всегда барып мұғаліміне не істейді, шағымданады. Қожа осындай, қожа осындай. Кітапта ұрады деп айта ма кәдімгідей? Иә. Фильмда көп қатты нетпейді ғой. Фильмда жай не істейді. Сосын жаңағы бір күні кім мектепке барады қожа. Қожа кетті ме? Иә. Міне. Енді сен қандай айтайын дедім. Маған мен солай түсіндім. Ананы деп ойлағам ғой. Ең бірінші встречаны. Кіммен? Мамасының ухажерімен прикольно болды ғой. Енді сен айтып алсай. Аты кім еді жаңа? Қаратаймен встречаны айтып берейік та? Который үйдегі келетін бандай? Іздейтін ба? Ең бірінші. Айта бер. Қосып жібер. Қожа қайтып бара жатыр бір жерден оқудан ба? Сөйтіп үйге келсе, үйдің жанында мотоцикл тұр. Қаратайдың мотоциклі. И жек көріп кетеді ғой, даже мотоциклін жек көреді. Өткен Қаратайды жек көреді. Қаратай өткен мамасына
подкатывать етеді и алады да не істерін білмей анау темір нәрсе ғой алады да соны теуіп жібереді типа хотя бы содан ызамдалайын деп сөйтіп үйге кіреді үйге кірсе қаратайым апасы тұр әжесі как всегда жұмыс істеп жатыр андай прям описывать етеді күшті терлеп тердің иісі деген сөз бар сондай енді сасық емес но тердің иісі деген сияқты ғой сөйтіп апасы мен амандасады үйге кіреді үйге кірсе мамасымен қаратай сөйлесіп отыр анау бүйтіп андай көрсетеді ғой өзінің жынданғанын көрсетіп бүйтіп үйге кіреді сөйлесіп отқан жеріне түскен үйге кіреді да өтірік бүйтіп бір нәрсе іздеп жатқандай болады и анау қаратай тоже кішкене гнилой адам тұрады да қожа сәлем қайда дейді и анау тұрады да ішінде гзк кетеді мен мамам маған үйрететін адаммен амандасу керек сөйтіп сол үшін ғана мамам үшін амандаса салайын дейді да саламатсыз ба дейді да и ары қарай жынданып анау іздейді ғой бір нәрселер өтірік түк істеп просто главное тыңдап қалу әңгімелерін анау өтірік әңгімелер айтып отыр вот биыл астық бір нәрсе дейді анау бұрынғының әңгімелері сондай и қаратай тұрады да иә ой то есть мамасы иә өтірік андай әңгіме но мамасы қожаға басынан қожаны қарап отыр да қожа бүйтіп бір нәрсе іздеп жатыр өтірік главное тыңдау еще бүйтіп білдіртіп істеп жатыр да дауысын шығарып сөйтіп мамасы тұрады да қожа балам дейді ғой и ана балам дегені оған қатты андай триггер болып кетті да өйткені мамасы всегда қожа қожеке дейді да и балам деген кезде ол значит серьезно бір нәрсе болып жатыр да сосын бүйтіп қарап қалады мамасына не болды не іздеп жатрсың дейді и анау таптым дейді да бір нәрсе ала салады да бүйтіп шығып кетеді короче сондай бар да уже неприязнь көрсететін ол фильмде бар фильмде бар ма бар фильмде бар дәл солай ондай өте кайф көрсетілген сөйтіп содан мектепке барады иә мектепке бара жатады сол кезде жаңағы жантасты көреді антагонисті соны көреді қолында бір қағаз тұр екен оказывается жаңағы жантас сыныптармен олар неге кетіп жатыр екен лагерьге кетіп жатыр екен сосын жантас мазақтап сен бармайсың дейді короче короче кім қожа оны тағы ұрып жатады сосын алады да жаңағы мұғалімге барып сұраса мұғалім айтады сен шынымен бармайсың дейді короче сосын алады да жынданып үйге кетіп қалады мұғалім де ұрады десе ұрады дегенде ол андай причинасы бар ғой жантас тигізіп айтады ғой иә жантас сондай ғой тек үздік оқушылар ғана лагерьге барады дейді ғой сөйтіп қожа намысына тиіп кетеді сонда мен үздік емеспін ба и кімге барады класс жетекшісіне майқановаға айтады сонда оқымайтын жантас менен үздік болып тұр ма дейді анау сен немен маған сөйлеп жатрсың дейді енді үлкен кісі ғой өзің айтып мен до конца оқыған жоқпын просто оқығанымды айтып отырмын мына сцена деген басында емес қой ше фильмде кітапта басында иә кітапта басында сөйтіп анау шығып кетеді қожа ренжіп и анау айтады қожа дейді и анау мән бермей кетіп қалады сөйтіп үйге кірген кезде мен артық кетіп қалған жоқпын ба дейді өйткені бірақ ананікі де артық негізі мені апармай жантасты апарған дейді сөйтіп бірақ басынан бастап біздің кездесуіміз дұрыс болмады дейді и осы кезде флешбэк деген тема кайф қой кітапта флешбэк екеуінің танысқандары оның фильмде бар ғой деймін иә очередьқа тұрады иә кітапқа өтірік мен қан табамын деген ол бірақ ол флешбэк емес қой бірақ ол фильмде осыдан басталатын фильмде бас жағында болады ол иә мектепке барғанға дейін сол нәрсе болып кетеді кітапта флешбэк ол еще былай күшті түсіндіреді да мынадан жынданып кетіп қалғаннан кейін мынау айтады біздің танысуымыз басынан бастап дұрыс болмады дейді и сол жерден басталады ғой күшті кетеді негізі кітаптың режиссурасы бәрі мықты еще кітапта қожа тақырбасы сондай ма иә қап қара болады сол үшін қара көже деп мазақтайды екі қожа бар ғой класста ол фильмде бар ма екі қожа бар жоқ кітапта айтады мен андай еще ең басында айтатыны бар ғой типа менің атым қожа иә и неге менің атым қожа дейді да мысалы менен неге сұрамайды мысалы Қытайда андай бар екен 5-6 жасқа дейін адам фильмде жоқ қой деймін жоқ 5-6 жасқа дейін адам өмір сүреді да өзіне ұнайтын ат алып алады дейді мысалы күшті аттар бар ғой анда ұмытып қалдым қандай берік серік сияқты бір күшті аттар айтады да а менікі қожа дейді болат ербол бақыт деген аттарды мима негізі аттар но в целом сондай айтады ол Қытайды біліп тұрса оқыған болып тұр ғой значит иә білімді болып сөйтіп менің атым қожа дейді еще мен екі қожа бар бізде класста дейді мен тағы бір қожа бар дейді сөйтіп бізді бетіміздің түсімізге қарай
Қарақожа, Аққожа, Қарақожа дей ма? Сарықожа, Қарақожа деп бөлген дейді. И сөйтіп жантасы маған прикол ұстап еще қара көже дейді. Мен байқамай қаламын, иногда ау деп қаламын дейді. Сосын кім бәрі сыныптармен лагерьге кетіп қалады. Қожа алады да анасының мамасы фермада істейді. Мамасы фермада істейді да, мамасының жаңағы фермасына кетеді жұмыс істейді. Я соны көрдім. Офиге, видеокарта майнинг ферма. Мамасы бай негізі оны. Фермада жұмыс істейді. Сосын мамасының қасына ферма. Қаратай айтишник па тоже. Қаратайдың заложницасы. Иә. Лагерьде істейді, короче, фермада істейді, мамасының қасында жұмыс істеуге барады. Сосын сол жақтан короче жылқы ұрлағысы келеді, кит қалуға. Бірақ ұрламай қалады. Сосын сол кезде кіммен танысады? Сұлтанмен танысады. Сұлтан дейтін жаңағы ауылдың папасы жаңағы сол жылқышы сол жерде. Сол екеуі танысады. Сосын кім Сұлтан? Сұлтан негізі андай оқуды тастап кеткен, чисто сол жылқымен айналысып жүр. Сосын алады екеуі дос болып, Сұлтан айтады, онда мен жылқы алып шығамын, екеуміз кеттік неге барайық дейді, күрес па, бәйге ма? Сабантай шығар. Иә, шопандардың тойы ғой. Шопандар тойы, иә. Соған кеттік дейді. А олар фильмде оған дейін балыққа барады, мұнда кейін бұл. Иә, кейін. Сосын екеуі жаңағы сол неге кетеді? Шопандар тойына. Сол тойға кетеді. И сосын жаңағы сол бара жатқан кезде сол жаңағы бір киіз үйге келеді. Ол жерде кішкентай бала жаңағы жалғыз үйде екен. Сосын жаңағы баланы алдап сулап кішкене ақша беріп, жаңағы қымыз ішеді, етін жеп алады. Сосын жаңағы сол үйдегі кімнің үйі дейді. Иә, сол сахна жаңағы осы жерде. Сосын сол жердегі малақайды ұрлап кетеді. Жаңағы мана кішкентай бала, мен папам осы жерде жылқышы болып істейді деп айтады жаңағы оларға. Сосын солар сол жерден тамақ ішіп, жаңағы не істеп, не жаққа кетеді, уже тойға қарай кетеді ар жаққа. Сосын жолда кетіп бара жатқан кезде бір жылқышыны көріп қалады. Сосын Сұлтан жаңағы подозрение ұстап қалады, мына примерно батясы ғой дейді, короче. Жұмағұл. Иә, батясы ғой дейді да, особо мән бермей, короче, дальше өтіп кетеді. Сосын жоқ тоқтайды да, сол кезде айтады, біз осындай ауылдамыз деп басқа ауылда айта салады, короче. Калининеміз. Иә. Сосын сол ауылда кетіп қалады да, тойға кетеді уже. Сол жақта жүр, кайфовать етеді. Фу. Ан жақта не болып отыр? Esquire Fest. Пикник. Esquire Fest болады. Асқа принц. Иә. Сосын жаңағы жылқышы уже үйіне барып бәрін білген ғой. Қымыздың бәрі ішіп кеткен, екі бала екен, и примерно соларды подозрение ұстайды да, жаңағы тойға келіп аналарды ұстап алғысы келеді. Сол кезде қожаны ғана ұстап алады екен, короче. Қожаны ұстап алады да, қожадан типа сендер ма, алмау деп бәрін сұрайды. Қожа алады да, Сұлтан деп бәрін айтып береді, қалай болғанын. Сұлтан алда да, Сұлтан естеді. А бірақ Сұлтан алады да, короче, оны кидать еткенеді. Жылқыға отырады да, қашады, короче. Не западло деседі. Иә, короче. Қашып кетеді да, короче. Сосын дальше не. Сосын оны жібере салады сол жерден, короче. Мамасы да сол жерде болады. Мамасы болады ғой тойда. Иә. Мамасы барып жаңағы типа шындықты айтып, олар жібере салады, ладно деген сияқты. Сосын олар фермаға қайтады. Фермаға қайтқаннан кейін қожа айтады, мен онда ауылға қайтайыншы дейді, мен қалмаймын мына жақта жұмыс істегім келмейді деген сияқты. Ятта жаңағы бір таксист, короче, бір кісінің машинасына отырды да, неге кетеді, ауылға кетеді. Индрайвермен. Қандай? Сосын сол өзде интеграция қосып жіберейік, индрайвер. Индрайвер. Бәріміз қайталаймыз ба енді осы? Индрайвер. Иә, сол. Индрайв қазір компанияны атайды. Индрайв. Сөйтіп сосын жаңағы уже ауылға қайтты, уже мектеп басталып жатыр. Мектеп басталып жатыр да, ауылда кім Сұлтанды кездестіріп қалады. Сұлтан кездестіріп, екеуі сөйлеседі, сосын алады да кешіреді, ладно деп. Фильмде анандай ғой, ол үйіне барады да қиялданып, бәрі ұрысып тұрғаннан енді өлем деп сөйтіп жатады. Айырылмас дос боламын деген қайда? Сол бар ғой, кітапта. Ол чуть позже, кажется. Сондай ма? Сосын алады да кешіреді, кімді Сұлтанды, сосын Сұлтан екеулер жаңағы балыққа кетеді. Солай ма? Фильмде басқалай ол. Балыққа кетеді, жаңағы балық аулайды, соны жейді, сосын сол кезде кім Сұлтан андай предложение жасайды. Не істейік, охотник болайық дейді, короче. PlayStation ашайық. Охотник за головами. Қарақшы болайық дейді, короче. Давай деп, короче, кім қожа келіседі. Сосын қожа келіскеннен кейін ертеңгі күні тағы сол балық аулайтын жерге келеді да, осындай жаңағыдай қоян, короче, сондай бір жануарды іздейді, короче, үй жануары емес, короче, үй мал емес, іздейді, таппайды,
алады да сұлтан алады да үй қазын, короче, үй қазып жүр екен ана жерде бір көлшікте, короче. Сол үй қазын атып алады, короче, біреуі. Сосын алады да не істеп, қуырып, жеп, короче, жеп жатыр. А оны мектеп директорының әкесі Ахмет дейтін кісі көріп қояды екен, короче, шал. Көріп қояды да, егер ауылда біреу қазым жоғалды, қазым жоқ деп айтса, сендерді сдавать етемін дейді, сендерге айтамын дейді, сендерді, короче. Алады да жаңағы сол жаңағы қаздың иесі дүкенші екен. Кім? Абдыбай дейтін. Сол кісіге айтып қояды, осындай осылар ұрлады деп, короче. Сосын олар әйелімен жаңағы қожаның үйіне барады. Осындай қаздың орнына қожаның қара қозысын алып береді. Вообще не радуется. Қозы мен қаз ба? Просто мына жерде қаз сұлтан болып тұр ғой. Вот солар қазіргі микрозаймдарды ашқан солар. Процентін қосып үстіне. қаздың қозы. Мына жерде тағы да кім? Риба. Сұлтан типа андай тоже лақтырып кетеді кімді? Қожаны. Қайттан. Өйткені Сұлтан кім? атқан Red flag, сұлтан red flag. қазды атқан сұлтан, типа тоже бәрін идеяны лақтырған сұлтан, бірақ қалады мына жақта қожа жауап береді бәрін. Барып тұрғаннан тұрған. Сосын жаңағы қожа өзіне уәде береді, сұлтанмен енді араласпаймын деп, короче. Сосын дальше сосын жаңағы дүкенші кімді неге апарады? Директорға апарады. Қожаны директорға апарады да, осындай бұзықтық істеді. Типа выговор жасайды оған. Сосын жаңағы осы примерно сол кездерде 2-3 күнде жаңағы анасы несі болады, санасы Майханованың сөмкесіне бақа салып жүреді, короче. Сол, короче, совокупность андай косяктар нелер істейді да. Сосын алады да пранктар. Пранк. Иә, сондай пранктар істейді да. И уже бәрі жынданады барлық мұғалімдер. Не істейміз? Педсоветке шақырайық. Сосын кімді несі шақырады? Директордың алдында тұрады, қожа. Сосын алады, мамасын шақырады. Мамасына хабарласа ма? Шақырады, есім жоқ уже. Осындай балаңыз осындай бұзықтық жасады, педсовет не істейін деп отыр, шешім қабылдайын деп отыр, келіңіз деген сияқты. Сосын мамасы келеді, сол жақта педсоветтің ішінде болады, мамасы короче кіріп отырады тоже. Сосын не істейміз деп не істейді. Өйткені типа қазды атқан қожа емес, ал типа бақаны салған қожа, бірақ мен оны апайды шоштам деп емес, жай қызық қылып не істедім деп андай кинодағы айтады ғой дәл и солай істедім дейді, короче. Потом педсовет бітеді, мамасы шығады, и мамасы не деп айтады, Майханова сені мақтады дейді, короче. Өтірік айтса алады, е? Шын айтамын. Шын айтады. А Майханова шындап мақтады дейді. Сосын ол кім? Қожа сенбей, короче, ағашқа мініп директор мен Майханованың әңгімесін естіп қалады. Ол жерде Майханова қожа адам болатын бала деп айтады. Соны естіп қалады. Қожа болма, адам бол деген осы. Одан кейін, оказывается, Майханова өзі жетім болыпты, оказывается. И типа қожаны жақсы көреді, бірақ оның жаңағы андай білдіртпейді. Бұзықтары үшін, короче, не істейді, жынданады сол үшін. Андай нелер үшін. Сосын педсовет андай шешім қабылдайды, оқушылар өздері шешу керек, қожамен не істеу керектігін. Өздерін шешіндер, қожа мектептен кетсін, немесе қалсын деп. Сосын барлық оқушылар қалсын дейді, жалғыз жантас жоқ дейді, короче. Су присяжных сияқты тема ма, короче. Иә, сондай тема болды. Сосын мамасының аты Милат та, білесіңдер ма? Милатжан дейді. Иә, сондай. Сосын мамасы жаңағы қожаға айтады, егер тағы бір рет тәртіп бұзсаң, онда мен кетемін дейді, короче. Сосын қожа жалынып, жылап, мамасына кетпеші деп, енді вообще бұзықтық жасамаймын дейді. Өте қатесіз. Баламен манипуляция деген өте қате. Аналар, балаңыз олай істемеңіздер. Дені дұрыс адам болып өссін десеңіздер, никогда не манипулируйте своими детьми. Иә, ауырып қалады, не істеп қалады ғой. Милат, Пилат. Милатка емес, Мулатка болып тұр. Милат, ну ты Билат. Кетем мен Дубайға. Қаратайдың батысына отырып бүйтіп. 3 метр Мулатка болды. Сосын жаңағы алады да тұрмысқа шықпашы деп мамасына айтады, типа Қаратайға деп ше. Өте жаман шынымен. Сосын кім айтады, типа мен егер сен адам болып, жақсы адам болып өссең, менің жалғыз бақытым сол ғана деп, короче. Тағы манипуляция. Тағы манипуляция. Сосын жаңағы соңғы тарау 1 сағаттық өзімен жаңағы монолог.
өзімен келіседі, жаңағы сөйлеседі, 1 сағатқа созады. Сосын соңында өзінің андай шешімге келеді өзі. Не дейтін жаңағы жақсы оқитын боламын дейді. Сосын ешкімге жайдан жай тиіспеймін дейді. Сұлтанмен енді дос болмаймын дейді. И күнде жатарда өз-өзіме есеп беремін дейді. Бүгін мен не істедім, қандай жақсылық жасадым, қандай жамандық жасадым деген сияқты өзіне есеп беремін дейді. Сосын алып далаға шығып, и просто жай осылып тұрады, короче, далаға. Кайфовать етеді. Болашаққа. Ана Жанармен болған бұзау, дойбы ойнайтын, оның бәрі негізі кітапта бар, иә? Иә. Оны енді бірақ көбі фильмді көргендер біледі ғой. Рахмановтың образы киномен сәйкес келе ма? Директор. Иә. Рахманов директор. Рахманов дейтін директор емес қой. Директор емес. Мұғалім тұр жол. Орыс тілін біледі. Иә, ана аяқпен жүреді. Директор басқа ма? Директор басқа мужик. Иә, Рахманов ағайдың сабағы деп жүгіреді ғой. Сендер айтқаннан кейін, топта сендер айтқаннан кейін Тұрсынбек Саха негізі шынымен манипуляция ғой. Шынымен андай нормальный нәрсе емес қой ол. Сен бүйтіп істесең, мен сөйтіп істеймін деген. Бұл жерде негізі күшті көрсетілген, маған негізі ұнайды, мынау өмірлі да, өте өмірлі. Мен кішкентай кезімдегі бір кейбір сәттер есіме түсіп кетеді. Сондай манипуляциялық моменттер ғой. Сен екі үйдің арасында жүріп қаласың, мамаң жаққа барсаң, папаң жаққа барсаң басқа әңгіме, екі жақта тұрып, сен анау үйретіп жіберді ма нағашыларың деген сияқты әңгімелер андай. Сен егер бүйтсең, онда мен бүйтпеймін дейтін ультиматумдар қою. Кәдімгі анау подросток балаға жаңағы қатты груз ғой, давление ғой кәдімгідей. Біреуге жағу үшін ғана өмір сүріп қойды адам. Просто мына киноны, шығарманы балалардың киносы деп айтуға болмайды. Иә, негізі бұл үлкен смысл бар. Бұл негізі көбінесе ата-аналары да көру керек негізі. Өйткені өте керек нәрсе. Қарашы, өте ауыр тиеді ғой. Мен ауырып қалдым. Сенің кесіріңнен, сен жаман оқыдың. Сол үшін мен ауырып қалдым дейді. Кішкентай бала оны өте ауыр қабылдайды. Өзінің анасының денсаулығын құртты мен оқымағаным кесірінен деп. Өмір бақи ол миына травма, өте кінәлі сезінеді өзі. Жаңағы салыстырулар, бөліп жару, жаңағы сен үздік оқушыларды ғана бір жерге апарамыз деген. Мүмкін ол енді мотивация болуы мүмкін. Жақсы оқы, сонда сен жетесің деп. Бірақ жаңағыда бөліп жарады да, жантас екеуінің арасында сондай іріткі болады, пайда болады деген сияқты нәрселер болады. Негізі маған кітаптағы Майқанова жаңағы мен мына жерін оқымаған ба, ұмытып қалған ба, жаңалық болды. Мен кинодан көрген кезде Майқанованың образы маған қатты ұнамайтын. Маған андай жаңадан келген жас маман ретінде көрінетін, баланың психологиясы білмейтін, қожаның ішкі жан дүниесін түсіне алмайтын. Ал Рахманов түсінетін қожаны. Өте жақсы бала екен. Әкесін сыйлайтын. Сол қожа, сол андай Советский Союздың системасы ғой. Пионерлер барлығы бірдей болу керек, өте идеальный болу керек деп бәрін рамкаға тыға берген. Ал қожа, ол негізі қарапса гений. Ондай заманда барлығының басында программа бар. Союзға ғана қызмет ету керек. Болашақта осындай неде комсомол боламын, одан кейін анау-мынау. Сол кезде ол өз-өзімен сөйлесе алған да, ойлана алған. Ол негізі мықты өте шығармашыл адам болу керек еді. Соны мына фильмға да қоспаған болып тұрған, шығармашыл, ақындық қабілеті бар дегенді. Негізі ол андай азат адам ғой, негізі еркін адам ғой, натурасы. Мысал ғана Рахмановтың моменті, бірақ маған ұнамағаны фильмда олар әкесімен салыстырып еді, әкең қандай еді деген нәрсе бар. Әкең қандай еді, сен әкең үшін ғана сені өйстіп нетіп отырмыз деген сияқты, кешіреміз деген сияқты моменттер бар. Ол да жаман. Сосын міне қос айтары бар әлі. Сол жерде, бұл жерде кімді кінәлайтынын білмейсің, өйткені оған әке-шешесінің де миы жетпеді. Қожаны басқалай тәрбиелеу керек екен. Майқанованың да біліктілігі жетпеді. Сол кезде қожамен егерде жақсырақ жұмыс істегенде, ашылып, оның жан дүниесін біреу аша білгенде, Рахмановтың да сөз бар кинода. Мен сұлтанның шырағын жаға алмадым. Енді қожадан неткім келмейді деген нәрсе. Қожаныкінше дейді да, ешкілде басқасын оқиды. Үлкен мағына ғой сол жерде. Шырағын жаққанда, қожа мықты жаңа шығармашыл адам болады еді деген ойдамын.
мен разбор көрген кезде мына кино мұғалімдерге арналған пособие деп бір жерде көрдім. Жаңа Тұрсынбектің айтқаны, мен шамын жаға алмадым деген, осы мұғалімдер жауы керек. Педагогика, бала тәрбиесі ғой, жалпы. Ата-аналар, педагогтар қарайтын. Сосын мына қожада андай бір сенімділік бар ғой фильмде ше, өз-өзіне сенімді қандай. Что мен негізі басқамын деген сияқты. Өзі біледі сенімділік бар да, туа бітті. Сонда өзі ол типа оның бекер адам емес екенін көрсетеді ғой. Өз-өзімен сөйлесе алатын, өз-өзімен ойлана алатын адам андай заманда. Когда сен болашағыңа мүлде уайымдамайтын кез ғой, Советский Союз. Союз асырайды деп, мысалы, өз естіген шығармыз әке-шешемізден деп. Ол кезде Союз асырайды деп жүре бердік қой, оқымадық деген нәрсе. Сосын мында аниме көргендер бәрі көрген шығар. Ең үздік анимелардың бірі Наруто бар ғой. Мен ол қатты параллель көріп тұрмын, пацаны. Мысалы, жаңа сен айтқандай, өз-өзіне сенімділік бар. Мен үздік ақын болам, мен Хокаге болам. Біреуге доказывать ету, андай пранктар жасау, Нарутода пранк жасайды ғой. Там ана бояп, анау мынауларды, мынау да бақа салады. Ол вниманияны қалайды ғой просто. Онда мысалы әкесі жоқ, мынанда әкесі жоқ. Оның мамасы бар, бірақ мамасы как будто бы Ирука сансей сияқты мен ойымша. Ну, чем-то андай. Оның сотқарлығы өзіне назар аударту ғой. Мені көріңдер, маған назар аударыңдар деген нәрсе ғой негізі. Бірақ Наруто мен жаңағы параллель, сосын қожада да бар нәрсе, ол адамдар түсіне береді. Андай, мысалға, жаңағы айтып отқанда сұлтан қанша рет кидайды деді оны. Бірақ ана сұлтанды да ол түсінеді негізі. Сұлтанды да іштей қандай адам екенін біледі. Рахманов ағай сияқты да. Іштей қандай сұлтанның жігіт екенін біледі. Оны кешіреді, сөйлеседі, нетеді. Сосын фильмда да айтады ғой негізі. Майханов апайды да бүйтіп түсінетін жерлері болады. Мен енді өзім ғой, енді бұзықтық жасағанда өзіне есеп бере алады. Ал бұзықтығын оправдывать етеді. Назар аударту үшін деген. Сосын внимание жетіспейді дейтін фильмде күшті көрсеткен ма? Ғарышқа ұшатын бәрі қарап. Маған назар аударса екен, герой болсам екен. Өлген кезде де бәрі келіп. Гиперактивность қой бұл балада. Гиперактивность деген сондай нәрсе ғой. Онымен жұмыс жасамасаң, ол керісінше жұмыс істейді. Керісінше жаққа келеді. Сен оны положительный жаққа жіберсең, ол баланы ол мықты, өзіне ұнаған жағы спортсмен, мықты адам болып шығады. Гиперактивный. Наруто мен бір параллель, жаңағы сөмкесіне бақа салып жүретін. Қожаның призывы да бақа. Сұлтан кетіп қалады. Саске кетіп қалады. Сұлтан Саске. Анау все равно кешіреді оны. Финальный битва, ол жоқ. Рахманов Жирая ма? Негізі жантас Саске. Жанар Сакура деп сондай. Жанар Сакура, бәрі кетті. Бұл жерде негізі кітапта да 3 неме ғой. Правила 3 деген 3 персонаж ғой, бірге жүретін. Треугольник. Бүкіл жерде болады ол драматургияда. И в целом күшті негізі маған сол сөз жаңа Тұрсынбекті айтқаны сол жақсы. Кімнің шырағын жаға алмадым, енді бірақ қожадан үміт үзгім келмейді деген. Өте күшті нәрсе негізі. В целом мынандай қазір қатты дамып келе тұрғандай, типа саморазвитие, сама бірдеңе дейтін нәрселер ше. Неше түрлі курстар, типа өз-өзіңе есеп беру дейтін андай бар да қазір неше түрлі курстарда, типа өз-өзіңнің істеріңе жауап беру дейтін нәрсе ше. Өз эмоцияларыңа жауап беру дейтін нәрсе қазір шығып жатыр да. Бәрі сонымен қолданады, жаңағы қатты дамып кеткен адамдар. Типа ондай фильмде көрсетілген деген сияқты. Кинода да в целом 2023-те 23-24 жасымызда соны түсініп жатырмық. А мынау кішкентай ғой енді өзі. Сол кезде түсініп тұрған гений ғой шын. Қожаның қарасаң, жалпы фильмде де, кітапта да ата-анаға да алатын нәрсе бар, мұғалімге де алатын нәрсе бар. И жасөспірімдерге де алатын нәрсе бар шындай. Бір қожаны қайттан көріп шығу керек болып тұр. Қайтадан көрсең басқаша көресің сен уже. Өмірлік пособие болып тұр ғой. Маған кітапты қайттан бір оқып шығу керек. Үлкен адамдар енді қазір ата-ана болғаннан кейін олар бәрібір ата-ананың призасын қарайды да балаларына. Олар ана өздерінің подросток кездерін есінен шығып кеткен. Біздің де қазір есімізден шығып кетті ғой подросток кезіміз. Біз қазір мысалы ата-ана болсақ, бәрібір балаларымызға ата-ана ретінде қараймыз. А фильмді көрген кезде адам жаңа подростктың өмірін қайттан сүріп шыққандай болады да, түсінеді да жан дүниесін. Қандай екен. Сондықтан бұл пособие болып болады. Андай тема бар ғой, мысалы, бала дүниеге келеді ғой. И андай айтады, типа, мен ата-анамын деген сияқты ғой. Но сен баламен бірге, бала сені ата-ана қылдырды ғой.
сендер бірге үйрену керексіңдер ғой, андай емес сен бүйт сен одан көп білмейсің, то есть сен ата ана ретінде онымен бірге өсіп жатсың, сен бір деңгейдесіңдер, соны ұмытпау керек та, андай қуып кететіндер бар ғой кішкене. Күшті бір сөз бар, қай елдің сөзі екен андай, балаңды 1 жастан 5 жасқа дейін қандай ұста дейді, 5 жастан 15 жасқа дейін құлдай ұста дейді, 15 жастан ары қарай достай бол дейді, короче. Қандай типа деген сияқты нәрсе ғой, тоже прикольный нәрсе. Қандай сөзде бар ғой, ата-анамыз бізге бала болуды үйретеді, бірақ ата-анамызға ешкім ата-ана болуды үйретпейді. Иә, сол нәрсе. Күшті сөз екен. В принципе, андай адамдар менің атым қожа выпускысынан басқа нәрсе күткен шығар, но шынымен ол андай нәрсе емес, күлетін нәрсе емес. Әрине, бірінші очередь комедия, бір сондай шытырман оқиғалы, сондай бір көңіл күйді көтеретін фильм сияқты ғой негізі. Но енді қазбалап қара, ол жаңағы айтып отқандай қай жасыңда қарайсың, Абай жолы сияқты, қай жасыңда оқисың, сондай әсер аласың деген сияқты. Біз енді кішкентай кезімізде қарағанда бір көңіл күйді көтеретін бір күшті көңілді фильм секілді. Қазір біз оны талдай келетсек, кәдімгідей анда ішінде бір жасөспірім баланың бір трагедиясы да бар, ішіндегі үлкен кісінің де трагедиясы, анасын да түсінуге болады енді. Бұл жерде енді анасы әлі жас, күйеуінен айырылған, ол енді оның да жеке өмірі бар, қожа өсті, ол да жалғыз қалады мысалға енді. Оларды да түсіну керек. Қазір жасөспірім балалар негізі оны да түсіну керек енді. Біреудің әкесі жоқ, айырылысып кеткен болса, енді ата-аналарының жеке өміріне де түсіністікпен қарау керек сол жағында негізі. Өйткені мен де кезінде сөйтіп қандай жынданатын кездерім болған. Бірақ сосын түсіністікпен қарайтын болдым. Анасы да үлкен жертваға барып жатыр ғой, өзінің жеке өмірін құрбан етіп жатыр баласы үшін. Оған да қиын, еркексіз өмір сүрген. Үйде еркектің де жұмысын істейді, мысалы қарап тұрсаң көп нәрсені. Открытый вопрос қалды мына жерде, типа жаңағы күйеуі жоқ әйелдер уже қайтыс болып кеткен, не істеу керек олар, типа үйлену керек па, тұрмысқа шығу керек па, әлде жоқ па дейтін вопрос. Тұрмысқа әрине шығу керек, қайттан оларға да екінші мүмкіндік болу керек қой, олар өмір бақи өзімен жалғыз қала бере алмайды ғой. Өйткені ертең мысалы қожа өсті, анасы қартайғанда бәрібір қожамен жүрмейді ғой, қожаның өзінің несі пайда болады деген сияқты отбасы. Анасы не істейді мысалы, анасы әжесі қайтыс болады, ол да әйтеуір бір күн келгенде күні бітеді. Анасы өзі жалғыз қалмайды ол. Оның да жеке өмірі бар. Білмеймін, ол сен сол шеше салғаның қалай, ол индивидуальный сияқты мен ойымша. Жоқ, жалпы сұрақ сондай болды, шанс болу керек па адамда деген сияқты. Қалай қарау керек? Сұрады ғой, не істеу керек деп отыр. Ол айтып отыр. Типа тұрмысқа шығу керек па? Жоқ, мен де өз ойымды айтып отырмын, типа екеуміз. Сен ойынша қалайсың? Мен әртүрлі индивидуальный сияқты деп отырмын. Мысалы біреу баласы, мысалы, грубо говоря, қожа мен мамасы басқа біреуге шығады. Анау, мысалы, қожаны ұнатпайды. Жоқ, ол енді... Қожа бізбен тұрмай қойсыншы, қожа ол екіде ғана. Әрине, ол енді кез бір көрінген адамға шықпайды ғой, жалпы айтып отырмын. Ол үлкен адамда өзінің бір жеке өміріне құқығы бар деп отырмын. Ол енді әрине бір какой-то бір непонятный мужикқа шығаса, ол ертең қожаны ұрып, там бірдеңе істеп, ондай болса, әрине ол басқа әңгіме. Ол әрине индивидуально келеді әрқайсысы. Сосын андай психологияда ма, сондай бар ғой, мысалы, сондай әкесінен айырылған, жесір қалған аналар бар ғой. Сол кезде баласы, типа, баласының рөлі бала болмай кетеді, уже андай. Күйеу болып кететін сияқты. Ол не өте жаман негізі. Лучше үйленіп, баланың рөлінде қалған дұрыс. Дұрыс күйеу тапса. Қожаның өмірінде еркектің образы жоқ, мысалы қарап тұрсаң. Әкесі жоғын, үйінде екі әйелдің тәрбиесінде өседі. И ол ең жақын тұтатын адам, ол Рахманов кәні. Өміріндегі ең жақсы еркектің образы оның. Сол әкесі өскен ұлдарында сондай несіз бар. Еркектің образы жоқ болады оларда. Ол да қиын. Жалпы семьяда әкенің болмауы, жалпы ұл балаға да, қыз балаға да әсер етеді көп жағдайда. Дәл осындай. Осындай енді кітап негізі. Енді біздің талдауымыз бойынша мүмкін көрермендер басқандай бір ой, басқа бір мағына тауып қалар осы кітаптан, осы шығармадан. Сондықтан ондай өздеріңіз ойларыңызды, бізде негізі күшті өте көрермендер комментарийға
өздерінің ойларын үлкен қылып жазып кетеді күшті қылып. еще дайрект Сен басқа нәрсе тауып аласың уже. Маған жазбайды. Егер Маған жазбайды. көрермендер егер кейбір жерде қате кетіп андай дұрыс емес айтып не істесем айып етпеңіздер. Төреғали Жақпеков. Ренжімеңіздер. Андай прям хейт жазып ондай керек емес, өтінемін, пожалуйста. Шыдамаймын просто ондай нәрсеге. Біз қысқаша тоқталып өттік, өйткені бұл қысқаша. кітапты, бұл жалпы шығарманы көбі біледі, сондықтан қысқаша тоқталып өзіміз ойымыз Просто айтайық. фильмін қарай салыңдаршы. Жоқ, мен ойымша фильм емес, именно кітапты әрбір қазақ емес енді. Әрбір адам оқу керек деп ойлаймын, өйткені мынау классика ғой енді. Мысалы, көп адам айтады, там Пушкин, Мастер и Маргарита дегенді оқыңдар дейді ғой, Война и мир. Біз соны емес, осыны оқып алайық. Хотя бы осыны оқып алайық деген қазақтар. Тем более 68 тілде бар. сосын бағана басында айттық қой, бұл Каннеда жеңген деген ше. Фильмі. Фильм ше, мен соны кішкене андай Шок келіп тұрсың ба? қарным ашады бар ғой андай Каннеда жеңген дейді ғой. Ол басқа елді андай басқа елдің несі да ол. Біз соны жеңгенімізге андай мақтанып, андай не бар ғой сосын Грэммида андай соларды мойындатсақ күшті сияқты да. Димаш Қытайды шулатты, ничего, типа. Өзімізде андай мойындамаймыз ба деймін. Өзімізде Канны бүкіл бізде Қазақстанда комплекс бар ғой сондай. Басқалар мойындаса мойындаймыз деген. Сондай. Ол елімізде бар комплекс. Жоқ, бірақ дәл осы менің атым Қожа былай да енді мойындалған сияқты бәрібір. Оның мүмкін даже Канныда жеңгенін көп біле бермейтін де шығар. Жалпы сондай нәрселер. Этика дейтіндер мысалы, Европаның этикасы. Вообще нафиг бізге керегі бар? Қасық мына жақпен ұстау керек деген. Біз қолмен жейміз, өзіміздің этикамыз шықсын. Не? Қысқаша түйіні өзіміздің бірінші шығармаларымызды немізді оқып алайық. Мүмкін осы да бізге жетіп қалар өмір сүруімізге деген. Прикольный мысль айтыңыз, пожалуйста. Айтып жүр. Жаңағы аса айттың ғой, типа бәрін Война и мирді, Маргаританы бәрін оқу керек дейді. Типа қазақтарда қандай кітап бар, типа осыны точно міндетті түрде оқу керек дейді. Қандай кітап сендердің ойларыңша? Бақытсыз жаман. Тұрсынбек айтсын, Тұрсынбек тарихшы ғой негізі. Жоқ, Бақытсыз жамал деп отырады. Жоқ, Бақытсыз жамалды оқыңыздар. Ильяс Есенберлин көшпенділерін оқыңыздар. 3 томнан тұрады ма? 2 томнан тұрады? 3 томнан тұрады. Өте ауыр кітап бірақ. Болды. Абай жолы енді. Махаббат қызық мол жолдарды оқуға болатын сияқты, өйткені көп нәрсе подсмысл бар негізі. Оқыдың ғой сен? Жоқ, оқымаппын. Ол жылдағы көп ақ білек дегендерді бәрі енді бір сол неге келеді ғой, тақырыпқа жалпы қыздардың несі теңсіздік, әйелдердің. Ондай емес сияқты ол. В целом соғыстан кейінгі жалпы қыздардың өмірі жайлы деген ғой негізі көп жазған деп айтуға болады негізі. Соның ішіндегі ең несі Бақытсыз жамал ғой. Қымбатты достар, бұл Менің атым Қожа біздің нұсқамызда, біз қалай оны түсіндік, талдадық. Енді бұл кітапты біз ойнататын боламыз. Енді әдеттегідей емес, мүмкін Менің атым Қожа деп жазған адам, комментарийда Менің атым Қожа деп жазған адамдардың ішінде біз осы кітапты ойнататын боламыз. Мүмкін кез келген комментарий жаза берсін. Кез келген комментарий? Давай, менің атым Берік деп жазсаңыздар ғой. Кез келген комментарий. Өз аттарыңызды жазыңыз. Менің атым осындай. Оқу керек. Любой комментарий жазған адамның ішінде біз осы кітапты ойнататын боламыз, рандомно талдап. Комментарий саны көбейген сайын сіздердің ұтатын шанстарыңыз көбейеді. Бұл оқу керек жобасы бүгін бізде қонақта болған Сіләмбеков Тұрсынбек, Сахит, мен Асхат, Абылай және Талғат. Рахмет достар. Кітап оқыңыздар.